Бұрын кезде намаз оқыған адам мен намаз оқимын десе, оған бір құрметпен қарайтын, сеніммен қарайтын. Терактілерден кейін жұрттың көзқарасы дінге деген өзгеріп кетті де. Файзолла Каменов, запастағы полковник, Ұлттық қауіпсіздік комитеті ақ қызметінің ардагері. 2021 жылдан Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, қоғам қайраткері. Алгоритм бойынша арнайы операциялардың олармен келіссөз жүргізеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің үйренген сөйлесуге баратын адамдары бар. 2016 жылғы операцияда сол Дмитрий Таңатаровпен сөйлескенде басшысы болды. Арасында 10 жігіттің арасында шығуға бейімдері де болды, бірақ жіберген жоқ та. Арыстан қызметі негізгі шабуылды біз жасадық. Ұлттық ұланның бүркіт арнайы жасағы оларда бізге көмектесті. Операция сәтті аяқталды деп есептейміз. 91 жылы тәуелсіздік алған кезде өзімізде жоқ деп шетелге кетті. Шетелден келген ағымдар кіріп кетті. Содан бастап жаңа идеология кетіп қалды. Ешкім намаз оқыма деп айтқан жоқ. Мешітке барма деп айтқан жоқ. Оқын келсе оқы. Осы 2011 жылға дейін негізі жағдайды еске түсірсеңіздер, біздің кез келген темір жол бекетінде, кез келген әуежайда біздің намаз оқитын бөлмелер болған. Осы бардың кесірінен негізі дінге деген көзқарас өзгеріп кетті. Қазір міне сақал қойып, қысқа балақ шалбар кигілер көргеннен кейін, бұл әсіресе осы терактілерден кейін жұрттың көзқарасы дінге деген өзгеріп кетті. Сондықтан бұлардың өзі істеп жатқан тірліктері исламға қайта құбыжық көрсетеді. Негізі ислам деген өзіміздің бейбітшілік діні ғой.